қандай бір проблемадан не қыла алмай басың ауырып отқан кезде ананы алып істесең, сен бұл шамалдан кейін сен былай жадырап, денең бәрі расслабиться етіп, кәдімгідей не қылып қаласың, күшің өзіңе келіп, ананың бәрін ұмытып проблеманы, ананы не қыласың. Бұл кілем тоқу деген, киіз басу деген, ши тоқу деген, кесте тоқу деген қыз балдарға керек дүние. Өйткені олар сабырлық, төзімділік, өзін ұстауды үйретеді. Ертең келіншек болғанда да оларға бұл керемет, бұл жұмыс ең болмаса бір жыртығын жамайды. Ана жерге дорожка төсеп тастайды, тоқып. Міне сол. Я тку клем. Давнее казахское дело, когда мы в древности ткали клеммы, чтобы дом был теплее. Бірінші жіпті өстіп 2 қабат ретінде аламыз, өстіп 2 қабаттап. Егер түсіп бара жатса, 3 қабаттап 4 қабаттап алу керек. Сосын артындағы 2 жіп тұрады, өстіп бөлініп. Сосын артындағы жіпті осылай қарай тартып аламыз да. Осылай жіпті ілеміз. Сосын жанындағы алдыға қарай тұрған жіпті тартамыз да, осылай іліп, өстіп көтеріп тұрған іліп алып, ортасына қарай жіберу керек. Сосын өстіп тырнағымызбен түсіріп, қиып. Самым сложным было не забывать считать, сколько нужно нитей. Потому что я иногда забывала это делать, иногда просто задумывалась о чем-то и ткала и забывала считать. Сол 2007 жылдан февральда сол 4 қызбенен басталған дүние, октябрь айында 80 бала болды. Қазір 130-ның үстінде бала бар. Мүгедек балдар, бірақ мүгедектің үстіне мектептің қыздары келіп мынаны істейді. Балдарды мен емдемеймін, мен дәріс бермеймін, оған сабақ үйретпеймін, тек қана еңбекке баулаймын. Балдарды, ұлдарды гипспен жұмыс еттім, қыздарға тоқыттым, тігеді, кесте тігеді, күрпеше құрайды, құрақ құрайды, кілем тоқиды. Бәрін істей береді. Енді олар үйретсең, бұлар тез қағып алып істей береді. Енді бұларға қоса қазір мектептің дені сау балдар да келіп жатыр. Дені сау балдар да келіп үйретті дейді. Жас келіншектер келіп, апай үйретесіз ба деп, үйретеміз, тегін үйретіп жатырмын. Тіптен әжелер келіп, ана құрақты қалай құятынын көрсетші маған дейді. Мен көрсетіп беремін. Солай, осылай өмір сүріп жатырмыз. Жуталы районный центр Кармакчинского района. Здесь проживает около 56 тысяч человек. Мы в основном занимаемся рисоводством. Это считается пуп земли, потому что отсюда улетает ракета на космос. Мы этим гордимся. То, что Байконур рядом у нас есть, 80 километров оттуда стартовая площадка здесь находится. У нас есть железная дорога, которую до Москвы доедет, до Пекина. Здесь священное место, потому что здесь проживал, похоронен великий Хорхтата. Здесь проживают люди, у них добрая душа, золотая рука. Летом до 60 градусов плюс температура, и зимой тоже до 40 будет, каждый день ветер. То, что у нас люди самые терпеливые, самые сильные люди здесь проживают. Қош келдіңіздер. Мына біздің аңсаған мүмкіндігі шектеулі балалар қоғамдық бірлестігі. Ал енді мынау тұрған қолдарынан шыққан сол балдардың қол өнерлері. Кесте, анау, мыналар кілемшелер, мыналар да кесте, анау біз кесте дейді. Мыналар гобелендер, түкті кілемнің несіменен тоқыған. Мына жерде бірыңғай
кілем тоқитын жерлері, балдардың кілем тоқып не қылатын жерлері. Міне, мына бала кәдімгі қазақша ши тоқып жатыр. Мынаның жиегін жиек дейді да, кәдімгідей не болады. Кілемнің несі. Арадан бүйтіп қоюға болады. Мынадай көрпешелер міне. Мінекей. Мынадай тігіп жасайды. Балдардың істейтіндері осы. Енді мынау жатқан енді 66 жыл тоқылған кілем. Палас деп айтылады. Мен 2-ші класс оқимын ба, сол кезде 2-ші классқа өткен жазда әжем осыны маған тоқытқан. Тогда мынадай үлкен станоктар болған жоқ. Жерге құрды. Прямо жерге құрды, сол жерде отырып тоқитын біз. Ол кезде баламыз ғой, көрсетеді, тоқисын, сонымен үйреніп кеттім. Енді содан бастап мен осыны тоқимын. Менің әжем тоққан, шешем тоққан, мен тоқимын, қызым тоқиды, енді немерелерім тоқып жатыр. Әжем 18 бала көтерген, содан жалғыз ғана менің әкем тірі қалған. Бәрі қайтыс болған. Соғыс кезінде атам соғысқа аттанған ауылдан 42 жылы январда Великий Лукида қайтыс болған. Сосын әжем ауылда қалған, бір кішкентай ғана ауыл болған, мына жерде 2-ші ауыл деген бар, Қармақшы, сол кезде тұрған ғой. Сонан сол жерде тұрған, өзі 18-19 үй тұрған, жаңа әжем 15-20 күнде кілем тоқиды екен. Кілем тоқиды екен де, оны Қызылордаға есек арбамен апарып сатады. Сатып, соның ақшасына продукт әкеледі. Әкеледі екен де, куча қып, жаңағы 17 үйге бүйтіп бөледі екен. Өзіне қалса қалды, қалмаса соларға. Күйеулері барлығы балдары соғыста, әйел бала шағамен қалғандар ғой, соларға солай көмектескен әжем. Мен 10-ші класс бітіреттің ғой біз. Мені күйеуім алып қашты. Ол кісіні таныған жоқ. Бетімді ашып той біткеннен кейін барып мен күйеуімді көрдім. Енді күйеуге тиді деген атпен қалдық қой енді. Мен 17 жасымда күйеуге шықтым, 1-ші өпемде 18-імде босандым. Содан аңсағаным 1,5 жасында диагнозын толық ұмытып қалдым. Бірдеңе деген псориаз тяжелой формы деп берді. Ол қызды мен апармаған жерім жоқ, ана жұмыс істеп тұрған кезде неге Францияға апардық, Мертвое мореге апардым, Израильға. Су кетеді дегенге. Ол да болмады. Ең ауыр кезеңі 2000 жыл болды. 99-2000. Сол жылдары қатты болды. Өткені анау прямо тілініп қандырың ағатын кез болды. Сол кезде біз қайда барарымызды, қайтерімізді, не істерімізді білмей қалдық. Сосын ол осы бір жері ауырған кезде ол бірден тоқи бастайды. Я болмаса кестетіге бастайды. Осылайға отырады. Содан кейін шамалдан кейін қасына қояды да ұйықтайды. Болды. Ана өзіміз успокоить етіп алады ау деймін. Қатты ауырған кезде сөйтеді. Дебем бір кез мама таусылмашы деді. Тек маған бір 2-3 қыз тауып берші, мен қасымда отыратын общение болады. Бір уақыт өтеді. Бір кішкене бірдеңе істейміз, бірдеңені үйретейін, олар білмесе үйретейін, білсе бірге істейік деп сөйдеді. Сосын не қылдым да, бүйтіп қарап отырдым да, сонда не істеуге болады деп, мама сөйтіп көрсе деді. Мақұл. Содан Сабезге бардым, 3 қыздың несін алдым, адресін алдым. 3 қыздың адресін алдым. Біреуінің аяғы, бір аяғы 4 сантиметр қысқа, былай қисайып жүреді екен. Сосын бір қыз кастельмен жүретін, қолтықтың астына салып алып. Осылай жүрді. Бір қызы коляскада отырады. 14 февраль, День Валентины деп атады ғой сол кезде. Сол бір демалыс болды сол. Сонында келді. 3 қызды 3 атана алып келді. Біз мына кухняда шай ішіп отырдық. Олар өздерінше күліп, жарқылдаған кезде прямо енді қызымның қай уақытта күліп, қай уақытта осындай не қылғанын білмей, шаттанғанын білмеймін ғой. Жүрегім жақсы не қылып қалды, не қылдым. Керемет қыздың дауысы шығып, кәдімгідей аналармен бұрыннан таныс адам сияқты араласып кетіп. Содан басталды. Олар бүйтіп алды. Аңсаған қолөнер шеберханасы деп өздерінше ат қойып алды. Жақсы болды ма? Нұртуған, ұйықтап жатсың ба? Нұртуған, жақсы болдың ба?
балдар көп, сол келеді. Бұның ішінде бұл неған мынау жеңіл түрі қазір осы болып жатқан. Бар эпилепсиктер бар, кетіп қалады. Прямо тілдерін скорый ана құлағаннан ұстаймын, тілін ұстаймын, сол кезде тістейді қыршып. Мынау қолдың бәрі шырам, сол тістің несі. Алғашқы кезде, ең бірінші кезде көргенде мен жылай беретінмін. Қадымгідей ойпырмай, менің аңсағаным ауруы бұның жанында жеңіл екен ғой деп жылаймын. Мынаны қалай күн көретін, анау ДЦП-лар бүйтіп иректеліп жатқан. Оларды көргенде вообще жүрегім ауыратын тұғын. Бұрын көрмеймін ғой. А кейіннен қатайдым. Біреу аяп тұрса, ана аяғаныңды анаған көрсетпе. Ана бала көрмеу керек сенің аяғаныңды. Отырма мынадай жерге, шық деп ана жерден қуып жіберемін. Барып, далаға барып жылап кел. Матаны алып. Мынаны айтқанда мынау қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз, киізге басылатын көп оюлардың несі қошқар мүйіз. Енді мынаны былай жабамыз. Қолымен ұстап сезу арқылы ғана қабілеттің бір баяғыда ыстық суға салып, қарып, ішіне шыға бастайды. Білемейді, көктені бастап жағады. Ал енді қызым аңсаған 7-ші класс, 9-ші класстан кейін, 9-ші класс 2009-дың жазында 9 бітіргеннен кейін не қылды жаңағы. Өзінен өзі бір күнде жүріп кетті. Жүріп кетті, мынаның бәрі кетіп қалды. Мен шок болып, мен жерге құладым. Ананы көріп, орнынан тұрып келіп, жүріп кетіп баратқанда. Құрық ата университетінің мемлекетті және жергілікті жерді басқару факультетіне оқуға түсіп, оны қызыл дипломмен бітірді. Евразийский университеттен Астанадан магистратураны қызыл дипломмен бітірді. Жұмыс істеп, күйеуге шықты. Құдайға шүкір 3 баласы бар. Тылсым дүние бір Алла тағаланың шапағаты болды. Мен ана балдармен жұмыс істедім, уже 2 жыл жұмыс істедім. Сол жұмыс істеп жүргенде не бір үйден шықпай жатқан балдар шықты. Ата-аналар постоянно рахметін айтып жүрді. Апа, сіздің арқаңызда балам осындай болды. Апа, сіздің арқаңызда балам аяғынан тұрды. Апа, рахмет, Алладан қайтсын, жаңағы деп сондай нелерменен сөйтіп жүрді. Содан жаңағы неған кезде шешем марқұм сауап деді. Сауап деген не екенін сендер білмейсің. Міне Алла тағала көздерінен көрсетіп тұр ғой. Болмаса сен қаншама жерді шарладың, қанша адамның алдынан өттің. Осы баланы не қылатын болсаң, жазып алатын болсаң. Иә, мынадай болды. Бұның атын сауап дейді. Бұл Алла тағаланың тікелей саған жәрдеме берген. Мына алып отқан адамдардың тілегі сені қабыл етіп отыр деп сөйледі. Мен де соған не қылам? Сенем. Өйткені бір тылсым тіршілік бар. Кілем тоқу деген, ши тоқу, кілем тоқу, киіз басу. Осы үшеуі біздің қазақтың төл өнері. Сол мысалы үшін кілем тоқу деген қазір жоқ болып барады. Жойылды. Киіз басуды қойды, киіздің орнына паластар, кілемдер әкеп төсей бастады. Енді қараңыз, ал мына жүн жүрген жерде ауру болмайды. Қазақтың төл өнері өлмеу керек қой. Ертең мен кетем, ананы білемін, бәрін тоқуды, мен білемін, кетем, өзіммен алып кетпеймін ғой оны. Мен үйретіп кетуім керек қой, поколение өсу керек қой, соны көру керек, соны білу керек. Оны әжелері, әжесінің әжесі, ол қалай тоқығанын, қалай қиналғанын, ол кілем тоқу оңай емес, инемен құдық қазғандай. Соны білу керек бала, соны өсу керек, солай көру керек.